Сәлем қыздар. Ендігіде сіздерге Alipay'ға қалай төлем паролін орнату керек екенін көрсетемін. Астымыздағы ми дегеннің адамның басына кіреміз. Одан кейін үстіндегі шестеренка настройкаға кіреміз. Одан кейін бірінші тұрған Account and Security дегенге кіреміз. И Alipay паспорт дегенге кіреміз. Мына соған кіреміз. Төлем паролі ол не үшін керек? Төлем паролі ол ертең алдағы уақытта сіздер 1688 немесе Taobao-ға затыңызды сатып алу үшін пароль енгізесіз. Мысалы, сіз банкоматқа барған кезде, ақша шешіп алғанда, ақша салар кезде сіздерден банкомат пароль сұрайды ғой, сол сияқты бұл жерде де пароль сұрайды. Сондықтан паролімізді енгіземіз. Тағы да енгіземіз. И мына next дегенді басамыз. Бұл парольді обязательно бір жерге жазып қойыңыз. Өйткені ертең ұмытып қалсаңыз, сіз төлем жасай алмай қаласыз. Міндетті түрде бір жерге сақтап жазып қойыңыз. Мына енді қыздар, төлем паролін орнаттық. Келесіде біздің логин паролімізді тіркейміз.